Баршаңызға сәлем, сіздермен Арай. Бүгін мандарин жайлы мәліметтермен бөлісемін. Мандарин цитрустар тұқымдасына жататын мәңгі жасыл аласа ағаш. Отаны Қытай, атауы да қытайлардан келген. Ерте замандарда Қытайдағы бай, ауқатты адамдарға мандарин деген лауазым берілген екен. Ерекшелігі қыс мезгілінде тұмау, салқын тию және с дәрумен қажетті барлық ауруларға шипа болып табылады. Басқа цитрустарға қарағанда жапырағының сабағы жіңішкелеу және ол ең тез пісетін әрі көп жеміс беретін ағаш. Мамыр-шілде айларында гүлдейді. Гүлі ақ түсті, майда. Қараша-желтоқсан айларында жеміс береді. Мандарин қоңыржай белдеулерінде өсетін тәтті, солы және хош иісті жеміс. Апельсинге ұқсас ерекшеліктері бар және айрықша с дәруменіне өте бай. Құрамында А, В, Е дәрумендерімен қоса кальций, калий, магний, натрий, темір, бром және фосфор минералдары бар. Пайдалары: қанды тазалайды, жүрек пен қан тамыр ауруларына қарсы қорғаушы, холестеринді және жоғарғы қан қысымын түсіруге көмектеседі. Қан тамырдың қатаюы және сал ауруларына пайдалы. Жүйкені тыныштандырады. Кешкі астан кейін 1-2 дана желінсе, ұйқысыздық ауруына пайдалы. Иммунитетті күшейтеді. Жөтелге, тұмауға қарсы пайдалы. Ас қорытуды жақсартады, теріні тазартады, микробтарды жойып, асқазанды жұқпалы аурулардан сақтайды. Шөлді жақсы қандырады, қан айналым жүйесін жақсартады. Мандаринді жеміс күйінде және тосап күйінде жеуге болады. Қабықтарынан эфир майы жасалынады. Қабықтарын үккіштен өткізіп, кекс, торт секілді тәтті тағамдарға қосылып пісіріліп желінсе, жүрек және қан тамырлары ауруларына пайдалы болып келеді. Ақпарат пайдаларыңызға жараса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.